Сазанда қуантылады. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Құрметті көрермендер, бүгін қарашаның 16-сы 2024. Ұлымыз екеуміз Шардара су қоймасына сазан аулауға шықтық. Құдай қаласа жақсы бейнелермен қуантамыз деген үміттеміз. Амандасып қойдық. Ассалаумағалейкум. Үлкен ұлымызбен Шардараға бір рет бара жатырмыз. Бәрімізге аңшылы. Шайларыңызды дайындап жақсылап, біздің бейнемізді, балық аулауымызды көре берсеңіздер болады. Үш жерден тамақтанамыз. Мақтаарал кафесі, самсалары өте дәмді тамақтар. Қазір таңғы асымызды ішпегенбіз. Таңғы асымызды ішіп алып, ары жолға тартамыз. Самсасы керемет еді, жаңа Мақтааралдың. 2 самса, 3 самса жеп алдық. Ұлымыз екеуміз шығып бара жатырмыз. Ауа райы тамаша. Құдай қаласа 12:30-да жетіп қаламыз. Барып жай қазанда кетсе бірінші қармақ тастап қоямыз. Енді Шардараның сазанын ұстап жемегенімізге біраз уақыт болды. Әрдайым жарысқа қатысасың, бәрін жібересің, балықтарды. Алыс айтамыз. Енді дәу қара тазыға алдық. Сол тазыға өтерге алып қайтамыз деген ниетіміз бар. Алсақ керек. Біздің жатын бөлмеміз. Қазір толығырақ көрсетемін. Пеш жағып қойдық. Көлігіміз. Қазір жайғасып болдық. Шатырымыздың ішінде үй жағып қойдық. Күннің көзі қайтып, кеш салқындай бастап жатыр. Пешіміз әдемі қызып тұр. Қаласа қазір түскі асты әлі ішке жатырмыз. Түскі асымызды ішіп алып, 2 қармақ тастап қойдық. Қалған қармақтардың бәрі сынып кетіпті. Жолға келе жатып. Өкінішке орай енді амал жоқ. Екі қармақ тастап қойдық. Шайымызды демдеп алып, шайымызды ішіп, қарай балықты жалғастырамыз. Шайымызды дайындап қойдық. Çıkara vereyim ben. Temizlet misin? Temizlet misin? Temizlet misin? Пару, ё-моё! Есть попало, сазан. Сазаннан стоатын дурак. Ал кешкі сазан. Әйтеуір бір улықты түсірдік ау.
Бірақ енді қалай шығатынын білмеймін. Мінекей. Әйтеуір бір жаңа шамал настройкасын дұрыс істемеппін, қараңғы болып қалды. 1 килодан асады сазан. Мен балам тұршы, қасына тұршы. Мінекей. Осындай сазандар қуантып жатыр. Бұл 5-ші сазанымыз. Байқаласа. Қазір. Ада шелекке қойып қойыңыз, шелекке. Астыңға ерінге. Шелекке сал. Тоғызына. Ал. Астыңға ерінге. Ойбай. Еріннің дәуінай. Сенің саки. Шоуын бұл. Апарып сал. Ой, Аллаға шүкір ал. Мына қармаққа бірдей салып жатырмын да. Поводоктарымда бірдей байладым да. Бірақ бір балық түскен жоқ. 4 балық түсті. 4 балық. Анау қармағын тартып отырам. Диспе, тұра тұр, тартсын жақсылап. 4 балық мына қармаққа түсті да, сынған қармаққа. Анау тактик деген қармақ. 3-те 4-те 5 па, 5-те 5 болма сондай. Сподвил қармақ. Осыған түсіп жатыр. Тартқанында байқамайсың. Шығарасың балық. Примерно әшейін жай бейт қимылдап тұрады. Өйткені жесткий еще бас сынған. Где-то осындай сынып кеткен. Жарыста сындырып алғанбыз. Осы үйіртқанын алдырып жатыр. Қай жерде қазір мынандай балықтар түсіріп жатыр. Бұл мінекей осы балықтар түсіріп жатыр. 4. 1-де 2 үлкені. В общем, 1 киломен 1-де 2 ғой арасы. 4-еуін ұстадық. Құдай қаласа бүгін тағы бір күн қаламыз. Алла насіп етсе, отынымыз бар. Көреміз енді бұйырғанын. Күннің суына қарамастан жігіттер суға кіріп заброс жасап отыр. Бірақ түсіп атқан нәрсе карась. Орай тамаша болып тұр енді. Түнде жаураған жоқпыз, өйткені жаңадан шатырымыз бар. Құдай қаласа түнде 2 сазан шығардық. Біреуі 1 кило, біреуі 700 граммдай ол. Бүгін 1 кило 200-дей, 1 кило 100-дей біреуін шығардық азанда. 2 рет сот болды. Бойлыға ұстап отырмын. Қазір көрсетем қандай бойлыға ұстап жатқан. Қазір сағат 9-дан 15 минут уақыт кетті. Құдай қаласа көреміз. Майда шиде жаңағыдай жүгері де салып көрдік, бәрін салып көрдік. Енді жүгері болғанда жаңа силиконовый жүгері, резинка жүгері. Оларға жаңа майда шилері түсіп отыр. Қазір балықты көрсетем. Балықтарымыз мынау. Енді шардырған сазандарын ұстап жемегелі біраз уақыт болды. Әрдайым жарысқа келеміз де жіберіп кетеміз. Кішкентай. Осы. Шұжық жұмыртқа кез келген осындай
далалық атмосферада керемет кетеді. Қазір жақсылап қуырып жұмыртқамен бірге таңғы асымызды ішеміз. Кішкентайға басқа істейік. Білім қалды ма жерге? Аттыру. Ой, алсақ болды ма? Уау, ұтқан. Оқты. Ана балық. Пакет тағиш. Пакетпен ұстайық. Азанмен жеркенеді екенсің. Бүгінгі азанғы екінші балығымыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Дальнобойными помещением. Огонь! Сол вақталдан жел соғып тұр. Шамал солға қарай алу керек. Кішкентай желдің өзі әсер етеді. Қандай күрізіланғандай болса да. Лай болғаннан кейін, түбі құм болғаннан кейін қадалып қалады ғой. Шамалы ауыр балықты торғазыды шығарып қою керек та. Бұл кезде жаңағы 10-15 сантиметр насадка бар. Жақсы жұмыстар бойлыға. Қазір ары қарай столдың үстіне көрсетемін. Капоттың үстіне көрсетіп тастайын деп жатырмын. Өйткені қазір жиналып жатырмын. 12-13 балықтай ұстадық, сазандар. Құдай қаласа қармақтар әлі тұр. Шатырымызды бәрін жинап кетем дегенше может ұспалар. Жаман емес, ауа райы тамаша. Құдай қаласа әлі де жуырда келеміз. Жақсылап дайындалып. Мүлдем жүгері, жаңағыдай жемдеуіштер тастаған жоқпын, жемдеген жоқпын. Тек қана сол бір бойлымен 2 қармақпен ұстадық. Бәрі зачетный балықтар, 1 килодан жоғары балықтар. Қазір көрсетейін. Мынау
осындай тиісетін заттар болады. Ет шарк, басқа да фирмалардікі болады. Осыны аласыздар, мынандай көрдіңіздер ма? Басқан кезде ішінен шығарып жібереді. Фокус. Міне. Камерам фокустамай жатыр. Осыны аласыздар, өйстіп тезесіздер. Ортасын жақсылап тесіп аласыздар. Асықпай тесу керек те, бірақ жарып жібермеу керек. Шыққан кезде осылайынан шығады. Міне қараңыздар. Міне осылайынан шығарып жібереді ішіндегісін. Осылай бөліп асықпай тесіп аласыздар. Қазір мен шамалы асығып отырмын. Видеоға түсіргеннен кейін. Міне. Осылайдан шығарып жібереді. Осындай үңгір тесік болады мінекей. Көрдіңіздер ғой. Міне. Осы тесікке осындай пенкалар болады өзінің. Мен комплектте жүреді. Болмасам сатылады, метражный сатылады. Осы пенканы тығасыздар ғой ішіне. Пенканы ішіне тықтыңыздар, жақсылап орап тыға бересіздер. Одан кейін кәдімгі ине. Осы инені өткіземіз, ішіне өткізесіздер. Сөйтіп поводок осылайынан аласыздар. Сөйтесіздерді стопор ыстыр сап қойысыздар ішіне. Сол кезде мынаяқтағы стопорын тақайсыздар. Мына күрчек болмайды. Үлкен бойлыға істелінген, үлкен жүгерге істелінген. Сіздерге былай жасап көрсетіп отырмын, мінекей. Одан кейін балық төменде. Қазір шылау ешқандай нелер жоқ. Фокустамай жатыр. Өсімдіктер жоқ еді, жалбыз басқа. Сол үшін осыны поводок сағалатсыздар. Болды осы. Міне енді. Осылай тастайсыздар. 120, 130, 140, 150 қай жерге дейін тастайсыздар. Сонымен ұстайсыздар. Назарларыңызға рахмет. Ал аман есен балығымызды, саяхатымызды аяқтадық. Керемет болды. Қанша балық ұстадық? 15 балық ұстадық. Сазандар 1 кило, 1,5 килограмдық. Алла нәсіп етсе, үйімізге аман есен оралып алайық. Құдай қаласа, жағаның бәрін таза ұстайық. Браконьерліктен қорғайық. Енді сеткі салып жатыр. Жағадан бір 150 метрдей жерлерде, 140 метр жерлерде уже ілініп қалып жатыр. Қармақ лақтырғанда ілініп қалып жатыр. Сонымен 130-120 метрге тоқталдым. Сұйықтан шықты балықтар. Аллаға шүкір, керемет демалыс болды. 48 сағат демалдық, балығымызды ұстадық. Сол, жақсы демалып тұрыңыздар. Келесі жүздескенше сау саламат болыңыздар. Ассалаумағалейкум.